Әйелі жоқ үй. Әңгіме. Авторы Фатима Жүнісова. Оқыған Базаргүл Қалбыр. Жасыл шатырлы үйдің егесі Жүсіп, ұзын бойлы, кең иықты, келбетті кісі. Жасы 70-ті алқымдап қалған ол ешқашан жар құшпаған, бала сүймеген. Осындай өзі сұлу жүзді, өзі әнші, сері кісінің неге өмір бойы үйленбей келе жатқан үлкен кісілер болмаса, жастар жағы біле бермейді. Інісінің бір қызын кішкентайынан бауырына басып өсірді. Оның әкесі де, шешесі де бір өзі болатын. Қыз бала емес пе? Назгүл кішкене күннен көкесінің кіреукелі көңіліне алаңдап өсті. Көкесі әлденеге күлімсіреп әндете бастаса, бұл елжірей қалатын. Кішкене кезінде көкесі мұның шашына дейін жуып, тарап, өріп, ақ пантигін желбіретіп мектепке жіберуші еді. Ол кездері көп қыздың қолы жете бермейтін, аппақ колготкеге дейін аудан орталығынан әкеп беретін. Назгүл кішкентай болса да өз шешесімен көкесін жиі салыстыратын. Бір нәрсе сұрай қалса дұрыстап жауап беруді де білмейтін, мінесі шәлкестеу шешесі мұны таяқтай жөнелетін. Салдыр салақ анасы қайнағасының үйі тұрмақ, өз үйінде дұрыстап жинай алмайтын еді. Есіктен төрге дейін шашылып жататын өз үйінен гөрі Назгүл көкесінің үйін артық көреді. Көкесінің үйі қашанда тап-таза. Әйелі жоқ үй демесеңіз, көкесі істің көзін таба біледі. Назгүлдің үсті басы тап-таза, тамағы тоқ. Көкесінің ықпалымен мектептегі сабағында кілең беске оқыды. Бойжете бастаған Назгүлді көкем неге үйленбеген деген сауал жиі мазалайтын. Осындай қамқор, мейірімді көкесінің жалғыз жүргеніне өзінің ұл-қызы болмағанына іштей күйінетін. Бірде көкесінің ескі альбомын қызықтап қарағаны бар. Сол кезде қап-қара шашын екі бұрым етіп өрген, көздері мойылдай қара, сұлу бір қыздың суретіне көз түсті. Назгүл әлгі бейтаныс қыздың суретіне ұзақ үңілді. Әдемісін-ай, бұл қыз көкеме кім болды екен? Кімден сұраса екен? Назгүлдің ойынан альбомдағы қыз кетпей қойды. Қыздың суретін біреуге көрсетіп, кім екенін сұрап білгісі келгенмен ыңғайын таппады. Арада 2 күн өтті. 3-ші күні кешкі тамақтан соң Назгүл ескі альбомды тағы да қарағансып отырды да, көке, мына қыз кім? Өзі сондай сұлу екен, деп сұрады. Көкесі суретке жалт қарап, өңі бір түрлі болып, жай ғана, ауылдас қарындасым Айғаным ғой, жас кезінде естелікке берген болатын, деді. Назгүл бұдан әрі қазбалап сұрауға батпады. Алайда қыз жүрегі әлде бір құпияны сезгендей болып, Айғанымның суретіне тағы бір қарады да, альбомды жапты. Ертеңіне сурет жайлы бекер сұраппын ғой, көкеме қиын болды-ау деп қатты өкінді. Себебі сол күні көкесі таңға дейін көз іле алмай, дөңбекшіп, күрсініп шықты. Жүсіп таңды көзімен атырды. Қызы Айғанымның суретін көрсеткен кезақ жүрегін ұзақ жыл сыздатқан, шері лықсып кеп көмейіне тығылған. Жап-жас Назгүліне не айта алсын? Бұрындары жастау кезінде іштегі қайғы шерін әнмен сыртқа шығаратын. Жалғыз өзі отырып домбырамен қалған дерін шырқағанда, қосыла алмай арманда қалған ғашығы сол баяғы жас күндегідей көз алдына келетін. Аяғын еркелей басып, сыңғырлай күліп, қолаң шашының ұшынан ұстап, өзіне наздана қарап тұратын Айғанымның бейнесі де ән аяқтала бере зым-зия жоғалатын. Ғұмырында тек соны сүйіпті. Бір сол үшін 20-дан енді асқан шағында азап тартыпты. Өкініш өзегін өртегенмен жастық шағы қайта келеме. Қайта оралса, әкесі мен анасының сөзіне құлақ асып, ал деген баршын алып, ұлғы сүйіп отырар ма еді? Адамның тағдыры анасының құрсағында жатқандақ жазылып қойса, оның әйелсіз ұрпақ сүймей өтуі пешенесіне жазылғаны да. Құдай басқа салды, бұл көнді. Көнбегенде қайда барады? Талай рет елден жыраққа көз көрмес, құлақ естімес жаққа кетіп қалғысы келген. Жүрегі құрғыр Айғанымды қимайтын. Оның аман саулығын біліп, сырттай болса да көріп жүргісі келді. Оның үстіне інісінде жалғыз қалдырғысы келмейтін. Анасы қайтқалы үлкен үйдің берекесі кеткендей болды. Үй уақытылы жиналмай, кір апталап жуылмай үйіліп жатады.
бейшара анасы осы келіннің жаман қылықтарын жасырып келген екен-ау. Қалай дүниеден көшті, келіннің де арты ашылды. Анасы барда үйінен қонақ арылмайтын еді. 40-нан кейін-ақ келіннің қабағына қарағандар келуді сирете бастады. Енесі барда қайнаға деп сыйлағансып жүретін келіні келе-келе бар өнерін шығара бастады. Бір кесе кеспе көженің өзін төгіп шашып зорға беретін болды. Кей күндері тамақ істемей бүрісіп жатып қалады. Ондай күндері інісі екеуі қазан көтеріп, балалар тамақтандырып, төсектеріне жатқызатын. Әйелінің жаман қылықтарына төзбеген күні інісі оны сабап алушы еді. Жүсіп араға түсіп жүріп екеуін айыратын. Інісін сабырға шақырып, шыдамды болсаңшы, әйеліңде ақыл болса, анамыз бардақ елге сыйлы келіндердің қатарына қосылар еді ғой. Сен оны ұрып жеңе алмайсың. 4 балаңның анасы ғой, сабыр сақта. Құдай мен сияқты жалғыз қалғаннан сақтасын. Енді балаларың үшін бәріне көз жұма қара. Кешірімді бол, деуші еді. Інісіне ақыл айтқанмен өзі туған үйіне анасының жылына дейін шыдады. Соқа басының сиып жүргені тек анасының арқасы екен. Қабағы кіржиіп, ашуланса балаларын таяқтың астына алатын келінімен алыстан сыйласпаса болмайтын анық түсінген соң бөлек шыққысы келді. Әке-шешесі көз тірісінде үлкен үйдің жанынан шағын үй көтеріп, төбесін жаптырып қойып еді. Басқа түсі табылмай сол үйдің шатыры жасыл шифрмен жабылған болатын. Көп өтпей-ақ сол ерекшелеу үйдің иесі Жүсіп атанды. Бөлек шығарында інісі мен келініне: сендерден бірақ тілегім бар. Менің атыма Назгүлді жаздырып беріңдер. Өзім мәпелеп өсіремін. Алла бұйыртса оқытып, өзім қолымнан ұзатамын. Туғалы өзім қарап келемін ғой, деді. Аға, сіз не десеңіз сол болады. Назгүл сіздің қызыңыз, алайда жалғыз өзіңіз ол үйде не істейсіз? Әлде үйленбек ойыңыз бар ма? Інісінің соңғы сөзін естігенде Жүсіп ашудан қып-қызыл болып кетті. Сенің есің дұрыс па? Маған кім тиеді? Әлде ағаңды кекетіп мұқатып тұрсың ба? Басқа білмесе де менің жайымды жалғыз бауырым сен білуші едің ғой. Жақып үндемей төмен қарады. Ағасын қатты ренжітіп алғанына өлердей өкініп қалды. Жазылмаған жарасын тырнап жіберіпті-ау ағасының. Мұншалық ақмақ болар ма? Аға, ақмағыныңызды кешіріңізші, кешіріңізші. Осы кезде есік ашылып, кішкентай Назгүл томпаңдап ішке кіріп: көке, жүріңіз, далаға шығайықшы, мен атқа мінгізіңізші, деді. Жүсіп Назгүлді түк көтеріп алған күйі сыртқа беттеді. Інісіне бұрылып та қарамады. Сол күні ол өзімен Назгүлдің бар киімін, кейбір аса қажетті заттарды алды да бөлек шығып кетті. Екі үйдің ортасын тек ағаш шарбақ бөліп тұр. Назгүл екі үйдің еркесі, екі ортада ойнап жүреді. Бірақ көкемнің қызымын деп Жүсіптің жүрегін жібітіп, одан бір елі ажырамайтын болды. Жұртта қызық қой. Жүсіптің жалғыз өзінің бөлек шығып кеткен біраз әңгіме етіп, сан-саққа жүгірте бастады. Жүсіп бөлек шыққан күннің ертеңін-ақ ауылдың сөзге үйір әйелдері сөз қылды. Бұл бекер емес, оңаша үйде жалғыз еркек қалай тұрмақ? Оның тамағын кім істейді? Кірін кім жуады? Күйеуі қайтыс болған жібекпен байланысы бар-ау. Әнеу күні ат арбасымен оның үйіне шөп әкеп берген біреулер көріпті. Енді жібек те Жүсіптің үйін тазалап, тамағын істеп тұратын шығар, деп сырттай тон пішті. Біраз уақытқа дейін аңдығандар Жүсіптің үйі болды. Тіпті бір нәрсе сұрағансып үйіне кіріп шыққандары да бар. Ертесін-ақ Жүсіптің үйі туралы әңгіме ауыл ішіне желдей тарады. Ойбай, несін айтасыңдар? Жүсіптің үйіне Гүлсім барса тамақты өзі істеп жатыр екен. Үйінің іші тап-таза дейді. Ыдыс аяғына дейін жалтырап тұр екен. Әйелі жоқ үйге мүлдем ұқсамайтын көрінеді. Соған қарағанда оның үйін түнде біреу келіп жинап кірін жуып береді-ау. Әлде баяғы ғашығы ма екен? Кім білсін? Сол үшін жастай қор болып жалғыз қалған жоқ па? Бәлкім жан ашып көмектесіп жүрген шығар. Бұл әңгіме көп өтпей Жүсіптің де құлағына жеткен. Естіп күлген де қойған. Кімнің аузына қақпақ қойсын? Үсті басын таза ұстауды, үй жинауды бала кезінен біледі емес пе? Үйдің үлкені болған соң анасына көмектесіп, тірліктің бір жағына шығысушы еді ғой. Қарындасы жастай шетінеп кеткен соң інісі екеуі үйдің, даланың жұмысы демей-ақ атқара беретін. Үйде қыз бала жоқ. Әкесі мен шешесі ала жаздай егіннің басында. Қауын қарбыз егеді. Үйге қарауды Жүсіпке тапсыратын. Сонда бәріне үлгеруші еді. Сабағында жақсы оқып, мал жанға да қарап, ата-анасын қуантып жүретін.
Мектепті бітірген соң әскерге кетті. Әскерде жүргенде сүйген қыздарынан қаталып жататын құрдастарына қатты қызығатын. Өзі әскерге дейін ешкімге ғашық та болмапты. Тек көршінің кекілді қызын сырттай ұнатып жүруші еді. Әскерден келген соң көңілімді білдіремін деп армандайтын. Бір күні інісінен хат алып, әлгі көрші қыздың көрші ауылға күйеуге шығып кеткенін оқып, көп күндер мұңайып жүргені бар. 2 жыл 2 күндей болмай өте шығып, ауылға сымға тартқандай таралып келгенде, кластас қыздары танымай қалып еді. Сымдай тартылған сымбатты, өзі әнші Жүсіп, кімге көз салып жүрек сөзін айтар екен деп іштей бәрі дәмеленетін. Жүсіп Айғанымен ойда жоқта танысты. Бірде ауыл шетіндегі тоғайға барып, атын тұсап жіберіп, көк майса құрақта 2 қолын жайып жіберіп, шалқасынан түсіп, «Сәулем-ай» деп бар даусымен әндетіп жатқан. Бір кезде дәл төбесінен төніп тұрған жап-жас сұлу қызды көріп, орнынан тұра алмай тыпырлады да қалды. Оң қолын жерге тіреп зорға дегенде тұрды. Дәл жанында бұрын көрмеген бейтаныс бейне. Қарақат көзі жәудіреп тұр. Жүсіп тілін жұтып қойғандай жас сұлудың жүзіне қарап үн-түнсіз тұрып қалды. Әлі де қарап тұра берер ме еді? Үнсіздікті қыздың сыңғырлай шыққан дауысы бұзды. «Әкемнің атын іздеп жүредім, шідерін үзіп кетіпті. Көзіңізге түспеді ме?» «Жоқ, жоқ», деді Жүсіп тұтықпасы бар адамға ұқсап, зорға сөйлеп. Ол өз жүрегінің торға түскен торғайдай тыпырлап тұрғанын анық сезді. Есіл дерті мына тоғайға ешқашан көрмеген сұлу перизаттың қайдан келе қалғанын білу. Бір кезде батылданып, «Менің есімім Жүсіп, мына ауылдың баласымын, әскерден жақында келдім. Өзің қайда тұрасың? Біздің ауылдан көрмеген сияқтымын», деді. «Мен мына бөлімшеде тұрамын. Есімім Айғаным. Әкемнің жұмысына байланысты басқа ауылдан көшіп келгенбіз. Малдарымыз жерсінбей жүрме жиі жоғала беретін болды. Жарайды, әкемнің атын табуым керек тезірек», деп қыз кетуге ыңғайланды. Жүсіптің оны жібергісі жоқ. «Қарсы болмасаң жүр, бірге қарайық. Тоған жақта жүрген шығар», деп жол бастай жөнелді. Айтса айтқандай, торы төбел ат тоған жақта жайылып жүр екен. Айғаным бұған ризашылығын білдіріп, атын жетелеп үйіне қайтты. Жүсіп біраз жерге дейін еріп барды. Ойы қыздың үйінің қай маңда екенін көріп қалу. Қыздың аппақ ашық маңдайы, қос өрметіп өрген ұзын шашы, әсіресе жәудірей қараған мөлдір қара көздері Жүсіптің есінен күндіз түні шықпайтын болды. Түнге қарай қызды әке-шешесі үйінен шығармайтынын біледі. Өзі біреудің әлпештеген жалғыз қыз екен. Айғанымды тағы бір рет көрсем деген аңсар жүрегін қозғаған алапат бір сезім Жүсіпке ұйқы бермейтін болған. Оны белгісіз бір күш Айғанымды алғаш көрген жерге тоғайға жетелей беретін. Күн сайын тоғай жақты бір шарлап қайту әдетіне айналды. Жүсіп өзінің Айғанымға ғашық болып қалғанын ұқты. Қараптан қарап отырып, күйзеліп, еш нәрсеге зауқы соқпай қалды. Есілдерді Айғанымды бір көріп тілдесу. Бұл кезде жас қызыдан махаббат жалыны шарпып өткен еді. Көз алдынан көгілда шалқалай ән айтып жатқан Жүсіп кетпей қойған. Сымбатты, өзі әнші жігітті ұнатып қалған сол күн-ақ сезген. Қайта көрсем ғой, тілдессем ғой деген ой Айғанымға да маза бермейтін болды. Екі жастың тілеуі арада апта өткенде орындалғандай болды. Тағы да сол, әкесінің аты шідерін үзіп тоғайға қашып кетіпті. Аттың жоқ екенін көргенде Айғаным қатты қуанды. Жүрегі дүрсілдей соғып, атты іздеген болып тоғайдың ішіне ене берген. Ол бүгін Жүсіпті көретініне сенімді еді. Ал Жүсіп болса, дәл сол күні бос сырғайдың шырылымен бірге оянған еді. Көзін ашқаны сол, Айғанымның бейнесі келіп тұра қалды. Ойша қызбен тілдесіп, төсегінде 1 сағаттай жатты. Қиялын еткен жүйрік. Айғанымды үйіне келін етіп түсіргенін, апасының қолына кәмпит ұстап жүгіріп қуанып жүргенін, достарын келіншегінің сұлу жүзіне таң қала қарап қалғанына дейін көз алдына елестете бастады. Апасы таңғы шайға шақырғанда, Жүсіп қиялмен ат үстіндегі Айғанымды қуып жетіп, бетінен сүймекке ұмтылып жатыр еді. Таңғы шай үстінде әкесі бұған соңғы уақытта шаруаға қырсыз болып жүргенін ескертті. Жақын күндері қауыныңда пісіп қалатынын, жұмыстың көбейетінін ескерткен әкесінің сөзі Жүсіпке баяғыдай әсер ете қоймады. Ол әлі Айғанымды ойлап отыр еді. Орнынан тұрып, үйіндегі майда-шүйда жұмыстарын тез бітірді де,
тоғайға қарай құстай ұшты. Айғаным алғаш көрген жерде жан-жағына жалтақтай қарап, мұңайып отыр екен. Екі ғашық көзбен ұғысты. Тоғайда кездескен екеуі бір-біріне ұзақ қарап тұрып қалды. Бұл жолы Жүсіп батылдық танытып, өзінің ғашық болып қалғанын жеткізді. Айғанымға ынтызар екенін, қыз қаласа өмірлік жар ететінін ұқтырды. Айғаным ұялып қызара төмен қарады. Тек сүйріктей саусақтарымен шынар ағашын сипалай берген. Жүсіп қыздың қолынан сипап, сөзім сөз, сертім серт Айғаным, сенен өзгені жар етпеймін, деді. Қыз жігіттің көзіне тіке қарады. Шын жүрегімен айтып тұрғанына сенді. Кенет өзінің жоқ іздеп жүргенін еске түсіп, тоған жаққа қарай жүгіре жөнелді. Айғаным атын тапса да кеткісі келмей, Жүсіпті қимай жүріп алды. Екі жас ертеңінде кездесетін болып уәделесіп тараған. Ертесіне Айғаным да, Жүсіп те тоғайға ат мініп келді. Екеуінің ойы ел көзіне түспей алысқа барып сырласу. Жүрегі жалындаған екі жасқа құстың сайрағаны да, жапырақтың сыбдыр қаққаны да, судың сылдырай аққаны да көз қуаныш. Ғашығының сыңғырлай шыққан үніне елтіген Жүсіпте еш жоқ. Дәл сол кезде Айғаным жердің шетіне кетейік десе де даяр еді. Бір кезде анам іздеп қалар деген Айғаным кетуге ыңғайланды. Жүсіптің ойы қыздың әппақ бетінен бір сүю. Ақыры бұрыла берген кезде ептілік танытып, Айғанымның бетінен сүйіп алды. Қып-қызыл болып ұяла қалған қыз бетін алақанымен сипалап тұрды да, есіне әлдене түскендей, «Осы сіздің руыңыз қандай?» деді. «Менің руым?» Көңілі көлдей шалқып тұрған Жүсіп өз руын мақтанышпен әндете созып айтты. Ал Айғанымның көз шарасынан шығардай болып, сіз маған аға болады екенсіз ғой, аға!» деп шегіне берді. Ғашықтық Жүсіптің есін алды. Айғанымның өз рулас екенін білсе де одан бас тарта алмады. Оған деген сезімі күннен күнге күшейіп, жанына жай таптырмай қойды. Айғанымға, біз әлдеқашан 7 ата түгілі 14 атадан асып кеткенбіз. Көрде тұр, әкемді көндіремін. Атанаңның алдынан өтеді, біз қосыламыз, деп сендірді. Айғаным да Жүсіпке ғашық еді. Ол қасында тұрса да, жоқ болса да сағынып тұратын. Жүсіп екеуі екі жаққа айырып жіберетіндей қара көз жәудіреп, іштей уайымдай беретін. Көп кешікпей-ақ екі ғашықтың тоғайда оңаша кездесіп жүргенін естіген Айғанымның ағалары Жүсіпке қарындасымыздан аулақ жүр, әйтпесе желкеңді үземіз деп ескертті. Жүсіптің әке-шешесі ол кезде тірі. Ұлының рулас қызбен кездесіп жүргенін естіген күнақ әкесі егіс басынан түтігіп жеткен болатын. Есіктен кірген бойдақ алаңсыз отырған Жүсіпті жон арқасынан қамшымен тартып жіберіп, «Иттің ғана баласы, сен не бүлдіріп жүрсің? Қыз құрып қалғандай рулас қарындасыңа қырындап жүргенің не? Мен елге қарабет қылайын демесең, тоқтат жүрісіңді. Біздің ру бір-бірімен ешқашан қыз алыспайды. Осымен сөз тамам, жоғалт көзіңді», дегені. Жүсіп әкесін жақсы білемін деуші еді. Әкесінің қатты ашуланғанын, қаһарланып кеткенін көргені осы. Әкесіне сөз қайтара алмай жүрегі шаншып үйінен шықты. Анасы сыртта жыламсырап тұр екен. Мұны көріп, «Балам-ай, бір нәрсеге ұрынып қалмашы. Қыз көп қой, ұмытшы соны. Дүйсен көкеңнің қызы баршында бой жетіп отыр. Әп-әдемі. Мақұл десең құда түсейік», деп бауырына басты. «Апау, мен түсінші. Маған Айғанымнан басқа ешкім керек емес. 7 атадан кейін қыз алуға болады екен ғой, мен сұрастырып білдім. Боз бие сояды екен, ал біз тіпті 14 атадан әлдеқашан асып кетіппіз. Бізге үйленуге рұқсат берсін, айтыңызшы әкеме, көндіріңізші, Айғанымның әкесіне барсын», деді Жүсіп. «Бос сөзді қой, Айғанымды ала алмайсың. Әкең мінезін білесің ғой, қытығына тие берме. Әйтпесе ел арасы білінеді. Бізді жерге қаратпа, балам. Айғаным да бір үйдің мәпелеп отырған жалғыз қыз екен. Сүйекке таңба түсіресіңдер. Қанша жақсы көрсеңдер де ақылға келіңдер», деп анасы Жүсіпті алған бетінен қайтармаққа бекінді. Не керек, сол түні әке-шешесі ұлдарын ортаға алып уәдесін алды. «Қойдым, ұмытамын Айғанымды. Тек ертең соңғы рет оған жолығып бәрін түсіндірейін. Мені кінәламасын», деді Жүсіп. Айғанымды соңғы рет көріп қоштасамын деген Жүсіп оны қия алмады. Ғашықтық дертіне шалдыққан екі жас тоғайда кездесіп, қашып кетпекші болып келісті. Бұл хабар Айғанымның әкесінің інілеріне де жетті.
Ашу ызаға булыққан олар екі ғашықты күшпен айырып, Жүсіпті бас көздемей тепкінің астына алады. Әсіресе сен желпілдетіп жүрген мына жерің ғой, бір жола сағыңды сындырайық деп әптен құтырып, көздері қанталаған жігіттер екі жұмыртқасын езгілеп тастайды. Жүсіп есін ауруханада бірақ жинаған. Қайта-қайта операция жасалынып, өзі әупірімдеп зорға тірі қалған еді-ау. Кейіннен дәрігерлер болған жайды айтып өкініш білдіреді. Жүсіп ешкімге көз жасын көрсетпей еңіреп жылады. Айғанымсыз өмір сүріп не керек, оның үстіне еркектігім болмаса, деп өгіздей өкірген. Уақыт ұлы емші екен. Содан бері қаншама жыл өтті. Бұл әлі тірі жүр. Айғаным бүгінде ұл қыз өсіріп, немере сүйіп отыр. Жүсіптің қиын жағдайға ұшырағанына сол кездері Айғаным да қатты қиналған. Ата-анасы еркінен тыс басқа жаққа ұзатқанда жүрегі қан жылаған. Жұрттан Жүсіптің қал жайын естіп, көкірегі шерге толған. Жүсіптің ешкіммен сөйлеспей, томаға тұйық болып төсекке таңылып жатып қалғанын естіген соң, Айғаным өзінің бір суретін, орамалын, хатын Жүсіпке беріп жіберген. Сонда ғана жүрегінде жылылық оянған Жүсіп, Айғаным мені ұмытпаған екен ғой, деп беті бері қарап тәуір бола бастайды. Әлгі альбомдағы Назгүлдің қайта-қайта қарап жүргені Айғанымның сол суреті. Орамалды да, хатты да Жүсіп жасырын жерге тығып қойған. Айғанымнан басқаны ол сүйген де емес, кейде іші толып әнде айтады. Ғашықтық жайлы әндер айтқанда Жүсіптің дауысында діріл пайда болады. Іштегі сағыныш, мұң, бәрі әнмен бірге сыртқа шығады. Мұндайда жұрт, қайтсын енді, Жүсіп Зылиқасын іздеп жатыр ғой дейді. Ал шындығында Жүсіп Айғанымын іздейді. Сүйгені әлдеқашан біреудің жары болып кетсе де, сол баяғы жігіт кездегідей оны аңсап көргісі келеді. Бірақ Жүсіп қанша қиналса да, Айғаным бар жерге аяқ басқан емес. Хабарын тек сыртта естиді. Қайғысына күйінеді, қуанышқа сүйінеді. Жас кезде мұншалық білінбеген екен. Жасына жас қосылған сайын өзінің ұрылас қарындасына ғашық болғаны, сол үшін сүйегіне таңба түсіп, таяқ жегені жанын жегідей жейтін болды. Өзі де ел ағасы жасқа келсе де, үлкендер отырған жерде батып сөз айта алмай шегіншектей беретін. Соңғы уақытта ауылдың үлкендері Жүсіптің жастық шағында жіберген қателігін бетіне баспай, жалғыз қалған еркектің өміріне аяушылықпен қарайтын. Ол отырған жерде баяғы әңгімелерді қозғамайтын. Жүсіп сонда да өзін қоярға жер таппай кетуші еді. Содан болар көбіне үйден шыққысы келмей, шақырған жерге де сирек барып жүрді. Жүсіптің осылай қиналып жүргенін Айғанымның қарт әкесі де білетін. Жүсіптің өмір бойы қызын ғана сүйіп, жалғыз қалғаны жанына да батушы еді. Қайтыс боларының алдында қарт көп ойланды. Құпияны ашқан жөн бе, жоқ па? Көп ойланған қария ақыры Жүсіпті шақыртқан. Айғанымның әкесі нашарлап дем жетпей қиналып жатыр екен. Мұны көргенде тамағы қарылғып, үзіп-үзіп зорға сөйледі. Жақын отыр шырағым. Ажал алқымнан алғанда пенде байғұс біреуге жасаған қиянатын ойлап аласұрады екен. Біз де саған қиянат жасадық. Өміріңді өксіттік. Шындықты сол кезде айтқанда сен Айғанымға қосылар едің. Себебі Айғаным сенің ұрылас қарындасың емес. Ол менің қарындасымның қызы. Әйелім ұзақ уақыт бала көтермей жүрген соң қарындасының аяғы ауыр кезінде қасында болып, Айғанымды туа сала бауырына басып еді. Бұл құпияны әйелім екеуміз және Айғанымның әке-шешесі 4 ағадан біліп едік. Елден көшіп кетіп, осында қоныс аударып келген себебіміз де сол еді. Сен қызыма ынтызар болғанда балалық қой, әлі-ақ ұмытып кетер деп едім. Ақыры мынадай жағдайға душар болдық. Енді өлер шағымда екеуіңді қоспағаныма өкініп барамын. Кеш мені, кеш мені, қарағым. Қарттың даусы үзіліп кеткендей болды. Кештім ата, кештім, деген Жүсіптің даусы тарғылданып шықты. Іші алай-дүлей, аласұрып жатқандай. Сыртқа шығып, деп күрсінгенде көкірегі қарс айрылғандай болды. Ащы өкініш өзегін өртеп, тоғайға қарай жүгірді. Арада 40 жыл өтсе де, Айғанмен кездескен жерін ұмытқан емес, тура сол жерге барып, ағыл-тегіл жылады. Жасым келгенде қарындасыма ғашық болған қарабет болып, еңсеңді көтер алмай жүредім. Бүгінгі естігенім өтірік пе, шын ба?
Қарындасым болмасаң, қосылуымызға да болады екен-ау. Бізді айырған, мені мәңгілік мүгедек еткен адамдарға не дейін, лағнет айтайын ба? Осылай деген Жүсіп теңселіп кетті. Ол үйіне қас қарая бірақ қайтты. Ауылға жақындай бергенде ой бауырымдаған азалы дауысты естіді. Айғанымның әкесі Бақиға аттанған екен-ау, қой барып көңіл айтайын, деген Жүсіп қаралы үйге бармаққа кері бұрылды. Оның бар ойы Айғанымды көру еді. Әлде қашан бәйбіше болған Айғаным, мұның жүрегінде мәңгілік жас қалпында қалған. Әкесін жоқтап аңырап отырған Айғанымен бұл да көрісті. Айғанымды көргенде Жүсіптің жүрегі езіліп кеткендей болды. Қол жетпей қалған ғашығының әжім торлаған жүзіне қарап, еңкілдеп тұрып жылады. Өзін қорлыққа душар еткен адамның қазасы үшін Жүсіп неге соншалық жылап жатыр, деп жұрт қатты таңданған. Олар Жүсіптің жүрегінің өкініштен тілім-тілім болып жатқанын қайдан білсін. Тек бір адамды ғана сүйіп, ғұмыр бойы жалғыз өту мұның маңдайына жазылған екен ғой. Жұрт не десе де ақ босағасын Айғаным аттамағаннан кейін басқа адамға бұл үйде орында жоқ. Әйелі жоқ үйдің егесі Жүсіп жалғыздықтан қорықпайды. Жалғыздық оның жан досына айналғалы қашан. Жалғыз жатады, жалғыз тұрады. Жүсіптің жалғыз қалуына кім кінәлі? Кім? Қадірлі тыңдарман, егер сіздерге әңгіме ұнаса, каналға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий жаза кетіңіздер. Біз сіздермен бірге дамимыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Келесі кездескенше, достар.